Мұхитжан Жалалладин Руми атамыз көзінің тірісінде адамдар дініне қарап айырмайды екен. Мынау христиан, мынау яхуди, мынау кәпір, мынау ғайырдың демейді екен. Өзінің мәжілісіне бәрін шақыра берген. Келіңдер, мына Құдайдың сырына шомылайық, нұрына шомылайық, үлес алыңдар деп. Сондықтан және кел, бұтпарас болсаң және кел. Тәубеңді күніге 77 рет бұссаң да келе бер. Бұл мәжіліс Құдайдан үміт үзгендердің жиыны емес, Құдайдың мейірім шафағат жетіп келіңдер дейді. Сол себепті бұл Конияның маңайында оны сүймейтін адам қалмақ. Бәрі жақсы көреді деген. Соған енді уақыты күні келеді, қартаяды. Содан бабамыз дүниядан өтеді ғой, көз жұмады. Соған ойбай осылай Руми дүниядан өтті деген қаралы хабар тарайды, бәрі дүрлігеді. Енді жер қойнына тапсыру керек қой енді. Енді жай адам емес енді. Сондай атақты әулие дүниядан өтіп жатыр. Содан дейді шұбырып жағы еврейлерде, христиандарда, тарсаларда, басқасында, мұсылмандарда неше түрлі жамағаты бар, тарихаты бар, бәрі келді дейді. Сонда енді жағы қаланың сөгіздегі сұлтаны Парвадин, Мұхиддин деген кісі дейді. Парвана Мұхиддинге келіп, жағы дін басы айтты. Молда ғой енді сөгізде, молдалар шариғат. Солар келіп айтты дейді. Енді сұлтан Хазірет мына жерде сәл бір мәселе болып тұр. Мына қайтқан кісі мұсылман ғой, енді өзіңіз білесіз. Біз бұнен мұсылманша жаназасын шығарып жерлейміз. Бірақ мына жерде яхудилер де келіп тұр, христиандар да келіп тұр. Сіз бір ауыз бұларға айтыңыз, үйлеріне қайтсын, бұқсын, бәрі мұсылманша жөнелтеміз. Соны не дейді енді? Жаңағы Мұхиддин шықты дейді, айтты дейді, бауырлар, сендер енді ықыластарыңа рахмет, бірақ енді үйлеріңе қайтыңдар. Бұл кісі дүниядан өтіп отқан адам, бұл ислам дүниясының әулиесі, бұны мұсылманша жерлейді деп. Сонда жаңағы христиандарды бастап кеп тұрған Стефани деген кісі екен дейді. Еврейлерді бастап кеп тұрғаны Хаяфин деген кісі еврей екен дейді. Сол екеуі тұрып айтты дейді. Ей сұлтан, не айтып отырсың? Мен бұл жамағатты ағайын туысқанды мен етіп келген жоқпын. Бұлар Румиді жақсы көргеннен кейін әулиені соңғы сапарға шығарып салайық деп өздерінің махаббатымен, ішік мұхаббатымен келіп тұр. Мен қайтып қайтарам бұларды деп айтты. Кет дегенмен кетпейді бар үйіне. Сұлтан не қылады сосын? Молдалар шақырып алып айтты, айт деген сөздерімді айттым. Міне енді бұлар келіп тұр. Жалалладин Румиді шексіз сүйеді. Мен қайтып қайтады бұлар енді. Онда бұлай қылайық деп айтты. Жарайды, сендер тұрсаңдар тұра беріңдер. Біз бұны мұсылманша жерлейік, жер қойнына тапсырайық, Құран оқиық. Сосын сендер өздеріңнің білгендерін істейді. Дәстүрлеріңіз, діндеріңіз сәйкес. Соны жақсы деп Құран оқылды дейді, жерлерін дейді, 40 адам шегім тағы Құран оқыды, одан хатым түсірді. Содан кейін жағы христиан бауырлар келіп өзінің жағы Інжілден бірдеңелер оқыды дейді. Одан жағы еврей бауырлар келіп Тәураттан бірдеңелерін оқыды дейді. Сөйтіп, сонда жаңағы екеуі тұрып сөйерде айтты дейді. Ей, мұсылман бауырлар, бұл Руми атамыз көзінің тірісінде мына күн сияқты еді. Күн деген сәулесін шашқан кезде, мейірім шапағатын төккен кезде жердегі адамдарды айырмайды ғой, мынау мұсылман, мынау христианды бәріне бірдей төге береді ғой. Сендер нағыз бұны дүниядан өткен кезде айырып алдыңдар. Біздікі сенікі деген әңгіме қайдан шықты? Сосын енді жағы яхудилер айтты, бұл Руми деген рухани азық еді ғой. Бұл бәріміздің рухани шөл дегенде шөлімізді қандыратын еді ғой. Бұл бір мөлдір бұлақ еді ғой бұл тұрған. Енді дүниядан өткен кезде нағыз мөлдір бұлақтан біз су іше алмай қалдық. Нағыз бұлай айтып тұрсыңдар сендер. Бұндай әңгіме, бұны қойыңдар сендер, ұят болады деп айтты. Соған не керек? Ақырында енді жер қойнына тапсырып барлық рәсім бітіп, осы Руми атамыз соған міне қазір 700 жылдай уақыт болып қалды. Осы жерде мәңгі тыныстап жатыр. Бұны мына батыс әлемі дүния халқы жақсы көретін себебі сол. Бұл кісінің атақты 7 өсиеті бар, өзің білесің, түркше айтылады, оны қазақшаға аударылған қазір. Жомарт бол, ағын судай мөлдіреген дейді. Мейірімді бол, күн сияқты елжіреген дейді. Өзгенің айыбын жап түн сияқты, кепті жеңсең, кәпір нәпсің өлді деген дейді. Топырақ бол, хақ сипатын ел іздесін, кең құшақ бол, ел сені теңіздесін. Қалай барсың, солай бол, сыртың бұзба, сыр сымбатың діліңнен қол үзбесін. Міне осы әңгіме тарап кеткендіктен де әлі күнге дейін жақсы көреді. Міне бұл кісінің қазір осы зияратқа бір күніге 1000 адам келеді десек, соның 40% шетелдіктер. Туристер өте көп келеді. Сондықтан да мына мұсылман әлемінде туристер ең көп келетін зиярат орны осы Кония қаласы екен.
зиярат мәселесінде туристердің арнайы іздеп келіп осындай бір тағзым ететін әулиесі жөнінде ислам дүниясында бұл кісімен теңесетін әулие жоқ деп айтылады. Енді бұның бәрі аңыз емес, басқа емес, тарихта болған әңгіме. Енді тек кейінгі ұрпақ, алдыңғы ағалар бізге бір есті әңгіме айтып қалдырмады деп ренжімесін деп